Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter 2.9 dizel. Turbinaning давлениясын өлчеп жатырық. Мына 2000-дан өтіп барып қосылып жатыр да турбина. Нөлбес енді слабый да дизельге негізі. Екі обороттан өтіп жатыр. Екі обороттан өтіп барып турбина қосылып жатыр. Өз солай қосылады да бұларда. Бұның аппараты слабый болып тұр негізі. Аппаратын ауыстырып көрейік. Жинатылған аппарат салып көрейік. И айдап көреміз тягасын. Газ басқан кезде слабый. Алу қиын болады да. Турбинада да бар проблема. Қазір аппаратын ауыстырып көрейік. Аппаратын ауыстырғаннан кейін айдап тағы да тексереміз. Осындай подъемдарда жаман білінеді. Міне 2000 оборот. Мысалы подъем, екінші скорость, 2000 оборот, турбина нөлде тұр мен. Нөлде тұр. Енді көтеріліп жатыр міне. Газ басып жатырмын, енді қосылып жатыр. Қазір аппаратын ауыстырып көрейік, нәтижесін көреміз. Қазір аппаратын шешеміз. Электронный аппарат жиналған саламыз. Турбинасы. Турбинасы жақсы, бірақ люфті жоқ та. Мынада аппарат слабый болып тұр қазір, данный момент. Бұған жинатылған аппарат салып, қанша аппарат күшті болса, моторда разгон тез болады и турбина тез қосылады да. Сол түтін қанша тез шыққан сайын, турбинаны түтін айландырады ғой, тез қосылады. Қазір мына аппараттарды шешіп алайық, электрон саламыз и давленияларын көреміз өлшеп. Разгондары уже нормальный болу керек. Мына аппарат, жинатылған аппарат салдым. Мына 14 градус шықты. Өзінікі 10 градус екен. 11 градус қой. Мына 14 градус уже коленвал чуть ранний болады да, 14 градус. Қазір газдың тросын крепленияларын істеп алуым керек. И коллектор, форсунка трубка. Мына өзінің аппарат, ескі аппарат. Бұл уже слабый да. Примерно өзім қазір мыналарды жинап қойған екен, күшін тексереміз. Уже нормальный болады деп ойлаймын өзім. Полностью жинап болдым. Интеркулердің патрубкаларында қатырып қойдым. Мысалға кімде турбина давление слабый болатса, бірінші мына жерде оңай жерін ажыратады, имнан басып көреді, газовать етіп. Үрлеп атқан болса, турбина жақсы үрлеп атқан болады. Мына жерге давление аз болып атқан болса, мына прям турбинаның астынан тексеруге болады. Мына жерден ажыратып, сол жерге қол қойып көру керек те, и газовать ету керек. Давление ұрып атыр ма жоқ па? Сол жерден ұрып атқан болса, значит мына жерлерде бір жерінде проблема бар, шығып атыр деген сөз да. Тексеруге болады. Оңай жол. Қазір оталдырып көрсетейін. Мотор жақсы, жұмсақ істеп тұр. Қазір енді жүріп отырып давлениясын көреміз ғой. Бұны мына шлангқа мына жерге жалған алады. Мына жерге жалған алғанда мына жерге кеп
Негізі аппарат мынау мощныйрақ екен анаған қарағанда. Өзінікі слабый. Мынау уже аппарат действительно нормальный оборот алып жатыр уже. Қазір шығып тексеруге шықтым. Мына 0-де тұр, 0-ден бастап ары қарай өрлейді да. Қазір уже резвості тексереміз. Енді қатты айта алмаймын, бұл жер бәрі ана жерде камера бар. Хотя сразу көтеріліп жатыр. 2,5-ға барады, уже сразу көтеріліп жатыр. Үшінші скорость, міне 2,5-ға барады, уже нормальный. Бірге жақындап жатыр. Бұл жерде камера бар. 2,000-ға барады, 2,000-ға барады тұр. Үшінші скорость до полика басып жатыр, міне сразу көтеріп жатыр. Төртінші скорость сразу көтеріп жатыр. Турбинаны да ауыстырып жіберсе вообще нормальный болады. Аппаратты рөл ойнайды да негізі. Мысалы мынандай подъемдарда қатты білінеді да. Мысалға мына екінші скоростқа сап қойдым, міне 1,5-ға барып отырмын. Сразу көтеріп жатыр. Осыны подъемда керек қой бұл. Осыны подъемда керек. Болды, нормальный, уже аппарат ауысқаннан кейін нормальный болып қалды тягалары ша. Міне енді айдауға болады. Бұрынға қарағанда. Турбинасын ауыстырып жүрсе, одан да жақсы болады. А так жүруге болады.